Қазақстаннан келіп отырған республикалық айтыстардың жүлдегері Аруна Керімбек. Шымкент қаласынан Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері, Қаратау дәстүрлі өнер мектебінің директоры, ұлттық құрылтай мүшесі, айтыскер ақын Біржан Байтуов. Қызылорда қаласы республикалық айтыстардың жүлдегері, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Ирантай Күзембаев. Қарағандыдан келіп отырған республикалық айтыстардың жүлдегері Нұрмұхамед Байсүгіров. Павлодар қаласынан келіп отырған алтын домбыраның иегері, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Аспанбек Шұғатаев. Өскемен қаласының намысын қорғап шығатын республикалық айтыстардың жүлдегері, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Серік Қуанған. Қарағанды қаласынан келіп отырған алтын домбыра иегері, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Мақсат Ағара. Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласы республикалық айтыстардың жүлдегері Қабдолла Бейісхан. Облысымыздың намысын қорғайтын тағы бір жүйрігіміз республикалық айтыстардың жүлдегері Ардабек Ақбабаұлы. Астана қаласынан келіп отырған ақынымыз республикалық айтыстардың жүлдегері Данияр Алдаберген. Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы алтын және асыл домбыраның иегері, айтыстың ақтаңгері, Қазақстан Республикасы мәдениет басқармасының саласының үздігі Жансая Мусина. Абай облысы алтын домбыра иегері, айтыстың ақтаңгері, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Рүстем Қайыртай. Ендігі кезекте бүгінгі айтысқа әділ бағасын беретін Қарағанды қар жарғаны қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Әділ қазылар алқасының төрағасы, айтыс ақындары мен жыршы термешілердің халықаралық одағының басқарма төрағасы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, отан орденінің иегері ақын Жүрсін Ерман. Мүшесі, жазушы, публицист, Қазақстан Республикасы жазушылар одағының Шығыс Қазақстан облыстық филиалының төрағасы Әлібек Қаңтарбаев. Белгілі ақын, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері Қалқаман Сарин. Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жанарбек Әшімжан. Ақын, айтыс ақындар мен жыршы термешілердің халықаралық одағының Абай облысы филиалының директоры Дәулет Сметов. Ақын, жыршы, публицист, журналист, Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, айтыстың ақтаңгер атағының иегері Серік Құсабаев. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, айтыс ақындары мен жыршы термешілердің халықаралық одағының мүшесі, мәдениет саласының үздігі, құрмет орденінің иегері Серікзат Дүйсенғазы. Бүгінгі айтысымыздың үйлестірушісі, сарапшысы Өміржан Көпбосынұлы. Алтайымызда болып жатқан айтулы шарамыздың арнайы шақыртылып отырған құрметті қонағы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері ақын Ұлықбек Есдәулетов.
айтысымыздың алғы сөзі Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Ербол Жолдасбекұлы Нұрғалиевке беріледі. Ассалаумағалейкум, құрметті жерлестер, жыр сүйер қауым, қадірлі біздің қонақтарымыз, ақындарымыз. Бұл мынау бүгінгі күн біздің шығыс үшін, Өскемен үшін ақтүйенің қарны жарылған күн деп білеміз. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Халық айтысты сағынды. Бүгінгі залға лық толы. Бұл айтысымызды өздеріңіз білесіздер, біздің Өр Алтайдан талай майталман ақындар, жазушылар шыққан. Соның бірегейі біздің жерлесіміз Қалихан Ысқақ ағамыздың 90 жылдығына арнап отырмыз. Бұл той осы айтыспен басталып отыр. Мына маңызды, мағыналы шаралар әлі жалғасады, туған жерінде де өтеді. Сондықтан біз өте қуаныштымыз. Бүгінгі осы шараға барлық біздің беделді ақындарымыз келгеніне. Жүрсін аға, сізге мың алғыс. Осы біздің ел сүйетін, жырды сүйетін, айтысты сүйетін халық бүгін сізге де риза. Қош келдіңіз Алтайымызға, Өскеменімізге қош келдіңіз. Халық сағынып мынау доданы күтіп отыр. Сондықтан қысқа қайырайық, мынау ақындарға сәттілік тілейміз, тойымыз құтты болсын. Рахмет баршаңызға. Рахмет сізге Ербол Жолдасбекұлы. Қадірменді ағайын, осындағы шығыс жұртшылығының атынан, облыс әкімі Сақтағаров Нұрымбек Аманұлының атынан Алтайдың төріне ақындардың көшін бастап келіп отырғаны Жүрсін Ерман ағамызға шапан. Бүгінгі айтысымыздың құрметті қонағы болып, Қалихан Ысқақтың інісі Сайлаухан ағамыз төрімізде отыр. Сайлаухан ағамызға да құрметіміз көрсетіп, шапан жабамыз. Шығыс Қазақстан облысы әкімінің атынан. Қарағай ауданының әкімі Дүйсенбай Данияр Бекқазыұлының атынан бүгінгі айтысымыздың ең құрметті қонағының бірі-бірегейі Аманжол Әлтай ағамызға шапан. Және де Қатон-Қарағай әкімінің атынан бүгінгі айтысымызға келіп отырғаны, жылына бір келетін халықаралық мерекелерін Алтайдың төрінде тойлатып отырғаны Жансая Мусина мен Аруна Керімбекке гүл шоқтары. Ары қарай айтыс тізгінін ұстау үшін сахнаға ақын профессор, Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаты, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері Аманжол Әлтайды шақырамыз. Сәлем сөздің анасы. Ассалаумағалейкум ардақты
Алтай аясындағы асыл халқым. Қазақ деген халықтың ұлық болмысын айқындаған бабалар аманаты бекзат өнеріміз қазақтың айтыс өнерінің көшкөргені бүгін шырайлы шығыстың төріне келіп жетті. Қасиетті Рамазан айында 30 күн оразаның оразды күнінде алдарыңызға келген ұлттық өнеріміздің көшінің қадамы құтты болсын ардақты ағайын. Алтайдың ақиығы сөз зергері, қазақтың қаламы құтты қарымды қаламгері, жазушы, драматург, кешегі Мұхтар Әуезов қалыптастырған ұлы мектептің ерекше сардарларының бірі Қалихан Ысқақ атамыздың 90 жылдығына арналған Қара сөздің қарагері Қалихан атты республикалық айтысқа қош келдіңіздер. Сен темірде, мен көмір ерткелі келгенмін, екеуінің арасын тетіккелі келгенмін деп қаз дауыста Қазбек би бабам айтқандай, бүгін қазақтың бірезуі алтын, бірезуі күміс көмекейі қазыналы дарынды ақындары ұшса құс қанаты талатын, көзілсе тұлпардың тұяғы тозатын алып даламыздың төрт құбыласынан шырайлы шығыстың төріне жиналды. Алла қаласа 62 тамырларыңызды исіндіріп, жыр бұлағын ағызып, айыздарыңызды қандырып, үлкен бір жырдың қазақтың дәстүрлі өнерінің жәрмеңкесін жасайық деп келді. Алқаға әлеумет, мынау үлкен сарайдың төрт құбыласы толып, ине шаншар жер жоқ, аяғынан түп тұрған осы шырайлы шығыстың халқын көріп, біз де қуанып тұрмыз. Өйткені сіздерді осы айтысқа алып келген қазақтың төл өнеріне деген, ақындарына деген сағыныш. Осы құрметтеріңізді, осы сағыныштарыңызды бүгін біздің ақындарымыз ақтауға жазсын ардақты ағайын. Алтын уақыттарыңызды алмай, бірден айтысымызды бастап кетеміз қазір. Соның алдында ардақты ағайын айтыс ақындары менен жыршы термешілердің халықаралық одағы бүгінгі таңда тәуелсіз мемлекетіміздің үлкен шығармашылық одақтарының бірі. Біздің қатарымыз күн сайын көбейіп жатыр. Әр өңірдегі талантты жастарменен толысып жатыр. Қазір айтысымыздың алдында осы Шығыс Қазақстан облысындағы талантты өкілдерімізді Қазақстан Республикасы айтыс ақындары менен жыршы термешілер одағының қатарына қабылдауға рұқсат етіңіздер. Осы өңірде тамаша айтыс көшінде маңдай жарқырап келе жатқан жастарымыздың бірі Ардабек Ақбаба бауырымыз. Ержан Әділбеков бауырымыз. Алатаудан арқадан ақындарым келіпсің, тілдеріне бал тамған жақындарым келіпсің деп, жыр алыбы жамбыл жырлағандай, аузымен құс түстеген, бір езу алтын, бір езу күміс көмекейі қазына, ақындарымызға кезек берейік. Ардақты ағайын, ақындарымызға дайындалуға рұқсат берейік. Біз айтысымызды бастап кетейік.